Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді, қолда бар заттармен жасалынатын кешкі асқа тойымды тағам әзірлейтін боламыз. Тез әрі тойымды болатын осындай тәбетті ашатын тағамды менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көріп, каналыма жазылып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен подливын дайындайтын боламыз. Подлив үшін сұйық майымызды қыздырып, үстінен туралған етімізді саламыз. Еттің көлемін шамалы үлкендеу қылсаңыздар да болады. Мен осылай кішілеу көлемде турап алдым. Барлығын жақсылап араластыра отырып, суы тартылғанша қуырып алатын боламыз. Мінекей біздің етіміздің суы тартылып, біршама суы азайып, шамалы қуырылды. Енді үстінен ұсақтап туралған пиязымызды саламыз. Пиязды осындай кішкене төртбұрышты етіп турап алдым. Барлығын жақсылап араластыра отырып, пиязымыз қызарғанша, қызылдау сарғылт қызыл түске енгенше қуыратын боламыз. Мінекей пиязымызды да қуырып алдық. Енді үстінен сәбізімізді саламыз. 1-2 минут көлемінде қозғап отырып, араластырып қуырамыз. Үстінен болгар бұрышын тастаймыз. Тағы да шамалы уақыт қуырамыз. Осылай бәрі біркелкі болып араласқаннан кейін үстінен томат пастасын салып, барлығын жақсылап араластыра отырып қуырып аламыз. Үстінен картопымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, 2-3 минут көлемінде жақсылап қуырып алатын боламыз. Міндетті түрде қозғап отырып қуырыңыздар. Асты күйіп кетпесін. Жақсылап қозғап отырып, картопымызбен бірге қуырып алатын боламыз. Үстінен суымызды құямыз. Суымыз подливтен сәл ғана асып тұрса жеткілікті болады. Барлығын жақсылап араластырып, дәміне қарай тұзын қосамыз. Және де қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Мен осындай паприка және қара бұрыш қостым. Ең соңынан ұсақтап туралған сарымсақты қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, қатты отта қайнап шыққанша күтеміз. Жақсылап қайнап шыққаннан кейін астын басып, шамалы қозғап, бетін жауып, шамамен 40-45 минут шамасында қайнатамыз. Тамағымыз пісуге жақындаған кезде лавр жапырағын қосып, жақсылап араластырып, тағы да 5-10 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Подливтің піскен-піспегендігін етіңіздің дәмін көріп, көрсеңіз болады. Етіңіз жұмсақ болса, подлив дайын деген сөз. Подливті дайындап жатып, арасында күрішімізді де дайындап аламыз. Гарнирге біз күрішпен береміз. Күрішті мен осындай 5 пиала күріш алдым. 5 кесе күрішімізді жуып, жақсылап тазалап аламыз. Бүгін шашыраңқы күріштің бірнеше құпияларын айтып өтетін боламын. Ең бастысы суды жақсылап, салқындау сумен жуыңыздар. Күрішті ыстық немесе қатты жылы сумен жууға болмайды. Мүмкіндігінше салқындау сумен жуыңыздар. Кететін нәрсе ол күріштің арасын ашып, жақсылап крахмалын жуу керек. Сол кезде күрішіңіз бір-біріне жабысып қалмайды. Жақсылап арасын осылай ашыңқырап, тазалап жуып алыңыздар. Одан кейінгі нәрсе, күрішті дәл пісіретін кезде жуып, тазалап салыңыздар. Ертеден жуып, күрішті шығарып қойсаңыз, күрішіңіз сынып қалатын болады. Сынған күріш ботқа сияқты пісетін болады. Ыдысымызға сұйық майымызды құямыз. Менде 100 мл сұйық май, бір кесеге 20 мл-ден есептеп құясыздар. Енді майымыз қызғанша күрішіміздің суын төгіп дайындап алдық. Осы майымыздың үстінен күрішімізді салып, жақсылап араластырып, қалып кеткен су тартылғанша, майы толық араласқанша күрішімізді қуырып алатын боламыз. Енді үстінен суымызды құямыз. Мен 5 кесе күріштің үстіне 6 кесе су құйдым. Яғни 1 кесе артық құйдым суды. Егер сізде 1 кесе ғана күріш пісіретін болсаңыз, онда міндетті түрде 1,5 кесе су құйыңыз. 2 кесе пісіретін болсаңыз, онда 1,5 кеседен сәл асырып құятын боласыз. 3 кеседен жоғары міндетті түрде 1 кесе су артық құйыңыздар. 4 кесе күріш пісіретін болсаңыз, 5 кесе құясыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Мен 1 ас қасық толтырып салдым. 1 кесеге шамамен толтырмай 1 шай қасықтан есептесеңіз болады. Жақсылап араластырып алғаннан кейін бетін жауып қайнап шыққанша күтеміз. Күрішіміздің суы осылай қайнағаннан кейін жақсылап араластырып, баяу отта 20 минут пісіреміз. 20 минут өткеннен кейін қақпағын ашпайсыздар. Күрішімізді тағы 10 минут ұстаймыз. Ешқандай отсыз, жай ғана өз буымен тағы 10 минут тұруы қажет. Мінекей осымен күрішіміз дайын болды. Осындай шашыраңқы керемет болып шығады.
Дастарханға күрішті сәндеп ұсынудың екі әдісін көрсететін боламын. Біріншісі, осындай кесеге күрішімізді салып, бетін тегістеп, тарелкамызға салып, төңкеріп ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде кесенің ішін бір сулап жіберуді ұмытпаңыздар. Сонда күріш ешқандай да жабысып қалмайтын болады. Екінші әдіс үшін тамақ ішетін үлкен кесенің ішіне шай ішетін кесемізді қойып, шетіне күрішімізді салып, біркелкі етіп шет-шетін тегістейміз. Дәл видеодағыдай төңкеріп саласыздар. Айналасының барлығын осылай күрішпен толтырып аламыз. Енді тарелкамызды алып, осы кесеміздің бетін жабамыз. Келесі бетіне аударып алатын боламыз. Осылай аударып алғаннан кейін ортасындағы кесемізді алып, осы ортасына подливымызды саламыз. Үстінен қалың шас көк сепсеңіздер болады. Екінші күрішімізді де дәл солай подливымызды құйып, үстінен аскөктерімізді себеміз. Осымен біздің тағамымыз дайын, өте дәмді, әрі өте тойымды, өте тез дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Алдағы уақытта шығатын қызықты рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым, баршаңызға рахмет.